Басқа ұлттың адамдары дәл осы тағамды қазақтың ұлттық тағамы жайма деп рецептісімен бөлісіпті. Мен жасап көрдім. Дәмі өте ерекше екен. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы да өте оңай екен. Ең бірінші ыдысымызға су құямыз және де тұз, бір дана жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Қамыры тура еттің қамыры немесе нан салманың қамыры сияқты иленеді. Осылай жақсылап араластырып, еленген ұнымызды салып, кішкене қаттылау етіп қамыр жаясыздар. Тура еттің немесе нан салманың қамыры сияқты болу керек. Қамырымызды илеп қойып қойыңыздар. 5 минуттан кейін тағы да бір жақсылап қайтарыңыздар. Июі қанған қамыр әдемі жайылады. Өте керемет болып шығады, жылтыр болып. 2 рет қайтарып қойып қойдым. Оған дейін біз салмасын жасайтын боламыз. Ол үшін етті осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Және пиязды да осылай ұсақтап турап аламыз. Өзіңіздің үйіңізде қандай көкөністер бар, соның барлығын салуға болады. Мен сәбіз салдым, және де болгар бұрышы, картоп барлығын осылай ұсақтап 4 бұрышты етіп турап алдым. Содан соң табамызға сұйық майды құйып, етті салып, жақсылап қуырамыз. Еттің өзін сөлі шығады. Сөлі шығып, тартылғанға дейін жақсылап қуырып алдым. Үстінен пиязды 2-3 тісше сарымсақты салып жесеңіздер болады. Ерекше дәм береді. Барлығын жақсылап араластырып, үстінен сәбіз және де болгар бұрышын қызанақты салып, қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Картопты саламыз. Картопты да салып, қуырып аламыз. Үстінен томат пастасы, өзіңізге ұнаған кез келген дәмдеуіштерді салуға болады. Мен паприка, бір ас қасық соевый соус, томат пастасын салып, жақсылап қуырып алдым. Енді үстіне көптеу етіп су құямыз, картоптың бетінен асып тұратындай етіп. Себебі үстінен қазір қамырды салып пісіретін боламыз. Дәміне қарай тұзын салдым. Енді қайнауға қойып қоямыз. Ол қайнағанға дейін біз қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Менің каналымда негізі көптеген ыстық тағамдардың, тәттілердің және де жаздық банкілерге арналған неше түрлі видеолар бар. Сол себепті менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Каналымда көптеген рецепттерді таба аласыздар. Жұқа етіп жайылған қамырдың үстінен сұйық майды толықтай жағып шығамыз. Үстінен укропты ұсақтап тұрамыз. Яғни аскөкті ұсақтап тұрап, толығымен барлық жеріне жайып шығасыздар. Сосын дәл видеодағыдай 4 бұрышты етіп турап алсаңыздар болады. Мен әдемі болу үшін осындай ирелек пышақпен кесіп шықтым. Бірінші лента тәріздес етіп, артынша 4 бұрышты етіп осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Енді бұны өте оңай, тек қана орап шығасыздар. Бұл укроп ерекше дәм береді екен, мен ойлағанмын, басында қалай болады депше, өте керемет болып шықты. Сол себепті маған қатты ұнады. Сіздермен рецептісін бөлісуге жөн көрдім. Дәл видеодағыдай бір бұрышынан алып осылай орап шығасыздар. Барлығын орап шыққаннан кейін біздің картопымыз қайнап шықты. Қайнап шыққан сәттен бастап осылай бірінің үстіне бірін саласыздар. Кішкене басып, тағы да суын тигізіп, тағы да үстіне солай сала бердім. Енді қақпағын жауып, баяу отта 20 минутта пісіріп алдым. Қақпағын жауып, ең баяуына қойып қоясыздар. Өзін буымен әдемі болып шығады. Енді дәмі нан салмаға ұқсайды десем болады, бірақ бұның арасына укроп салынғаннан кейін, оның үстіне суында емес, поливында піскеннен кейін ерекше дәмді болып шығады екен. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өте керемет болып шығады. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларым сіздерге ең алғашқылардың бірі болып көрінеді. Ал баршаңызға ас болсын.